Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Бүгінгі тақырып құрма. Құрма дәруменге бай жеміс түрі. Бұл жеміс көбінесе Рамазан айында дастарханымыздан табылып жатады. Ал бүгінде ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес беріп отыр. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам болып саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Бұл жемістің осы және өзге де пайдасы туралы айта кеткенді жөн көріп отырмыз. Құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дерттен ауру кем-де-кем кездеседі екен. Құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады. Сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Маегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақсы тез жазылады. Дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі мен жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді. Құрма йодқа да бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Құрма құрамында моносахарид жүрек бұлшық еттеріне пайдалы. Құрма құрамында А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтаудың алдын алады. Күн салқындағанда дүкендерде көп сатылатын жемістердің бірі құрма. Аталған жеміс жаңа жылдық дастарханның айнымас бір бөлігі. Құрмада қызғылт-сары пигмент бар. Бета-каротин көп кездеседі. Ол аллергияның қозуына әкеледі. 3 жастан асқан балаларға құрма жеуге болады. Дегенмен оны көп тұтынбау қажет. Өйткені шамадан тыс жеу терінің сары түске боялып, каротинді сары ауруға себеп болады. Дәмі ауыз қуыратын құрманың құрамында танин көп кездеседі. Танин дегеніміз медицинада дәрі үшін тұрмыста қырғыш ретінде қолданылатын емен және басқа ағаштың қабығынан жасалатын ұнтақ. Оның асқазанға әсері қатты. Оның әсеріне ересектердің іші қатса, әлі асқазан әлсіз балалардың ас қорытуы бәсеңдейді. Сондай-ақ құрманың құрамында қанттың көп болатынын ескеру қажет. Құрмада 100 килокалория бар. Су самырымен ауыратындар құрмадан түбегейлі бас тарту қажет. Толық піспеген құрма асқазанда бездердің не қатты тастардың жиналуына әсер етеді. Құрманы жер алдында оның қабығына назар салыңыз. Қара дақтары бар қабығына зақым келген құрмадан аулақ болған жөн. Өйткені оның сыртында зиянды микробтар болуы мүмкін. Ол іштің өтуіне, жүректің айнуына және ағзаның әлсіреуіне себеп болады. Шамадан тыс тұтынбай, белгілі бір мөлшерде жесеңіз ғана құрманың пайдасын сезінесіз. Оның құрамында көптеген пайдалы микро және макроэлементтер бар. Магний тамырлары босантысы, калий ағзада артық заттардың шығып, қан қысымының төмендеуіне әсер етеді. Пектиндер болса токсинді заттарды жояды. Оған қоса құрма йодтың таптырмас көзі. Дәрігерлер күніне 2 құрмадан көп жемеуге кеңес береді. Құрманың ағзаға тигізер пайдасы мен шипалық қасиетін тағы да бір айта кеткен жөн көріп отырмыз. Бір ғана жеміс бірнеше ауруға ем бола алады. Мидың жұмыс істеу қабілетін арттырады, есте сақтау қабілетін жақсартады, қатерлі ісіктің алдын алады. Талшықты жемістердің қатерлі ісікке шалдығу қаупін төмендететін зерттеулер көрсеткен. Құрмаларда көп мөлшерде талшық болады. Холестеринге пайдалы, жүрек қан тамырларының қатаюының алдын алады. Одан бөлек қанды тазалайды және қан қысымын да реттейді. Ғажап жеміс. Зерттеулер нәтижесінде құрманың антисептик дәрі екені, жараларды тез жазатын, сүтті арттыратын, нәрестені қоректендіретін, құрамындағы калий балалардың өсіп жетілуін қамтамасыз ететін, таптырмайтын азық екені анықталған. Каротиннің көптеген теріге де пайдалы тұстары бар. Бетке безеу шыққанда, бетте ұсақ тесіктер пайда болғанда, олармен бірде-бір күресуші құрма жемісі болып табылады. Бұл жемістен бетте маска жасағанда да, денеге арналған гель қолданғанда да пайдалы. Ол денені ылғалдандырады
және жақсартады. Бауырдың жұмысын жақсартады. В1, В2 витаминдерінің қатар кездесуі бауырды сауықтандырады. Бауыр суық жемістерді және жақсы көргендіктен құрманы қауын қиярмен жеген жақсы болады. Асқазан жарасын емдейді. Асқазан жұмысын жақсартады. Кейбір мемлекеттерде асқазан жарасын емдеу үшін құрма арнайы тәжірибеден өткен. Ас қорытуға пайдалы. Тойымдылық қасиеті өте жоғары. Миды және жүйке жүйесін тынықтырады. Олардың жұмыс істеу қабілетін жақсартып, сергіткіш әсер береді. Бронх пен өкпенің қабылын сауықтырады. Жеміс бета-каротинге бай болғандықтан тыныс алу жүйесін қамтамасыз етеді. Құрма бүкіл адамға пайдалы емес. Кімдерге жеуге болмайды екен? Айта кетеміз. Дені сау адамдар күніне 2-3 құрма жей алады. Диетолог мамандар бұдан көп жемеуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында жеңіл көмірсулар бар. Бүйрегінде тасы бар және ұйқы безінің ауруына шалдыққан адамдарға құрма жеуге болмайды. Нутрициолог, диетологтардың айтуынша, құрманың құнарлылығы жоғары. Диабетпен ауыратындарға құрманы көп жемеген дұрыс. Өйткені ол айтарлықтай тәтті. Тәулігіне біреу ғана жеуге болады. Дені сау адамдар күніне 2-3 құрма жей алады. Бұдан артық жеуге болмайды. Өйткені оның құрамында жеңіл көмірсулар бар дейді. Диетолог, фитотерапевт, нутрициологтардың айтуынша, құрманың құрамында микроэлементтер мен дәрумендер, әсіресе А, С және В витаминдері көп. Бұл витаминдер адамда күзге көп керек етеді. Олар иммунитет пен жүйке жүйесінің жұмысын реттеп, ағзаны түрлі инфекциядан қорғайды екен. Құрманы аптасына 2-3 рет жеуге кеңес береміз. Мұздатылған құрма пайдалы дәрумендерін сақтайды, бірақ оны 2-ші рет мұздатудың қажеті жоқ. Құрманың құрамындағы йод пен темір өте пайдалы. Олар адам ағзасына жылдың кез келген мезгілінде қажет етеді. Әсіресе анемиямен ауыратындар құрма жеу керек. Ол қышқыл емес, сондықтан асқазан жарасы кезінде жеуге болады. Құрманың антибактериялық қасиеті де бар. Құрманы асқазан, ішек жолдары ауруларына шалдыққан адамдар жей алады. Сондай-ақ, ол жүрек қан тамырлары жүйесі ауруларына да пайдалы. Сіздерге зор денсаулық тілейміз. Осы видео сіздерге пайдалы болса, арнамызға тіркеле кетіңіз. Лайк басып және достарыңызға бөлісе кетіңіздер. Видеомызды толық қарап шыққан адамдарға шынайы алғысымызды білдіреміз.